Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Нұртөре Жүсіптің Гиннес кітабына кірген қазақ мәтіні. Балалар, суретке зер салып қарайықшы. Мұнда алғаш рекорд жасаған адамдардың есімі жазылатын Гиннестің рекордтар кітабын көре аламыз. Бұл әлемдегі ең танымал кітаптардың бірі. Бүгінгі сабағымызда осы Гиннес кітабына кірген қазақ ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіров туралы мәлімет алып, жеткен жетістіктері туралы әңгімелейтін боламыз. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырды. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Байқоңыр бүгінгі таңда әртүрлі елдердің ғылым және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері ұшырылатын халықаралық ғарыш айлағына айналды. Балалар, ғарышкер дегеніміз аспан әлеміне ұшатын адамдар. Олар ғарышқа ұшатын арнайы скафандр киімін киіп, аспан әлемін зерттейді. Ғарышкерлердің бәрі Қызылорда облысында орналасқан Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшады. Нұртөре Байтілесұлы Жүсіп 1961 жылы 29 сәуірде Қызылорда облысы Шиелі ауданының Керделі ауылында дүниеге келген. Біз кімнен кембіз? Қазақтың қызы, Елес пен Белес кітаптарының авторы. Бүгінгі сабағымызда Нұртөре Жүсіптің Гиннес кітабына кірген қазақ атты мәтінімен танысамыз. Оқулықпен жұмыс. Гиннес кітабына кірген қазақ. Тбилиси ұшағымен жаңа әдіспен ұшақты көтеру оқиғасына бүкіл әлем көз тікті. Бұл ерлікті Тоқтар сынақшы ұшқыш ретінде МиГ-29 ұшағымен жасады. Кеңес ұшағы лып етіп ұшады. Егер дұрыс ұша алмаса, суға құлап түсетін болды. Бұл сәт секундтар ішінде орындалу керек болатын. Бұл әдісті ғаламат ерлікпен Тоқтар Әубәкіров жасады. Тоқтар Әубәкіровтың осы ерлігі Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров қазақ халқынан шыққан тұңғыш ғарышкер. Ол мектеп бітіргеннен кейін Ресей Федерациясындағы Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесіне түсіп бітірген. Кеңес одағы әскери әуе күштерінде ұшқыш болды. Кейін Мәскеуде ұшқыш сынақшылар мектебін және Мәскеу авиациясы институтын бітірген. Тоқтар Әубәкіров 1988 жылы Кеңес одағында тұңғыш рет әуеде қонбай ұшаққа 2 рет жанармай құйдыру арқылы солтүстік полюске ұшу сапарын ерлікпен орындап, Кеңес одағының батыры деген жоғары атаққа ие болды. 1990 жылы ғарышкерлер құрамына алынды. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңырдан ғарышқа ұшты. 10 қазанда жерге оралды. Тоқтар Әубәкіров қазір Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі. Тоқтар батыр, айналады ел бір сенен, есіміңді білсе әлем, ғарышқа ұшқан қазақтың тұңғышына бір сәлем. Тоқтамайды осаңыз, біз жолыңды тосамыз. Тоқтар ерлік, ерлікті күнде өлеңге қосамыз. Баспайтын ол жыр таңы, жүрегімізді жылытады.
Тоқтар батыр кәдімгі Алпамыстың ұрпағы. Тұманбай Молдағалиев. Балалар, бүгінгі сабақты қаншалықты меңгергендерің туралы тапсырмаларды орындау барысында білетін боламыз. Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаға көңіл бөлейік. Мұнда берілген сөздерден тек қана ғарыш және ғарышкерлермен байланысты сөздерді теріп жазамыз. Ғарыш, оқулық, өшіргіш, аспан, зымыран, скафандр, дәптер, түсбағар, карта, әуе кемесі. Осы сөздердің ішінен ғарышқа байланысты сөздерді теріп жаза қойыңдар. Жарайсыңдар балалар, ал енді тапсырмаларды бірге тексерейік. Тамаша, мұнда берілген ғарыш, аспан, зымыран, скафандр, әуе кемесі сөздері бұл ғарышқа, яғни ғарышкерлерге байланысты айтылатын сөздер екен. Тамаша балалар. Балалар, келесі тапсырмада Тоқтар ағамызға тән ерекшеліктерді атаймыз. Мұнда ұшқыш, қорқақ, ержүрек, шыдамды, мақтаншақ, намысшыл сөздері берілген. Кәнекей балалар, ойланып көрейікші, Тоқтар ағамызға қандай ерекшеліктер тән екен? Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Тоқтар ағамыз ұшқыш, ержүрек, шыдамды, намысшыл кісі екен. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, мен сендердің ақындық өнерлеріңді де байқағым келеді. Дайын ұйқастар үлгісі арқылы өлең шығарып көрейік. Мен ғарышкер боламын, қонамын, Тоқтар аға сияқты қазақты. Кәнекей балалар, бәріміз бірге өлең шығарып көрейікші. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Мен ғарышкер боламын, аспанға, айға қонамын, Тоқтар аға сияқты танытамын қазақты деген өлең жолдарын бәріміз бірге шығардық. Жарайсыңдар балалар. Сабағымыздың соңында ғарышкер болғысы келетін балаларға айтарым, барлығы да армандаудан басталатынын ұмытпаңдар. Армандаудан қорықпаңдар, жалқаулыққа салынбаңдар дегім келеді. Баршаңа сәттілік тілеймін балалар. Сау болыңдар.